Армысыздар ағайын. Әлем Ринат Зайытов YouTube арнасында сіздердің назарларыңызға азаматтық пікір сұхбат қалыбындағы бағдарламамыздың алғашқы шығарылымын ұсынғалы отырмыз. Қабыл алыңыздар. Қырағы көзді көрермен, бұл біздің жігіттердің алғашқы аяқ алысы. Сондықтан кемшілігі болса, керілмей кешірулеріңізді сұраймын. Өз тарапымнан осы бағдарламаны жүргізіп жүрген журналист ақын Оңғар Қабден бауырыма, осының барлығына тер төгіп жүрген Баймұрат бауырыма шын жүректен алғыс айтамын. Себебі ол жігіттер ақшаның көптігі үшін емес, осы елге титтей де болса пайдамыз тисін деп жүрген жігіттер. Сынап, мінеп, қатты жазатын ағайындар осыны ескерсе екен деймін. Қабыл алыңыздар, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Хабардың басшысы Бекқожин өзі ақынның баласы еді. Бірақ қанша ақынның баласы болғанмен сол ештеңе қақпайтын болу керек. Сонда Балайбек ханым өзінің қарамағындағы хабар арнасын басқаруға шамасы келмесе, қалай министр отқан адам? Қазақтың қыздарының күйеу іздеп ортаға шығып отырғанын көрудің өзі адамға ақырет екен. Қазақстанның телеарналарында адам бір сүйсініп көретін хабар қалмады деп болады. Еститін үкімет неге естімейді халықтың үнін? Сол қалаулымдығы не болды? Жабылды ма өзі? Діннің уағызшысы ма, оның қай бағыт ұстап отырғандан қара қоймаймын. Мен праймериз деген сол мәселені еске алғым келмейді. Мен айтайын, бұл ешқандай жалпы халықтық іріктеу емес. Ал енді бір компьютерден дауыс бергеннен кейін берілді ғой. Ешқайда бармайсың, сол бастығың қай жаққа дауыс бер десе, соған дауыс беріледі. Шын мәнісінде халықтың таңдауы болған жоқ қой деп ойлаймын. Жаңа халыққа беделі бар, абыройы бар адамдар парламентке өтті. Елдің бірінші басшысы қазақша сөйлеу керек. Басқа мемлекеттердің басшыларымен келіссөз жүргізгенде неге қазақша сөйлемейтінін түсінбеймін. Неге ол өзінің ана тілінде сөйлеп отырмайды? Осы менің қарымды қайнатады. Бізде сорлы мемлекет жоқ ондай. Армысыздар көрермендер. Бүгінгі азаматтық пікір бағдарламасының қонағы белгілі ақын, халықаралық алаш сыйлығының лауреаты, айтыстың қаранары Жүрсін Ерман көкеміз. Қош келдіңіз көке. Рахмет, армысыздар. Көптен бері айтыста болмай жатыр қазір. Болып жатқан айтыстар көгілдір экраннан көрсетілмей жатыр. Не істеп жүрсіз қазір көке? Осы көппен бірге індеттің ішінде жан бағып жатырмыз, қазақша айтсақ. Бірақ айтыс болмай жатыр деген сөздің кішкене шұқарлау болады. Мына енді індет қол бойлау болды. Біраз жоспарланған айтыстар әркіліп қалды. Бірақ кішкене мына індет саябырлаған соң, түнгі күні осыдан бір ай жобасы бұрын Оралда айтыс өткізіп келдік. Өйткені қазақтың ұлы екі бірдей ақынның мерейтойы болды. Жұбан Молдағалиевтің 100 жылдығы, Қадыр Мырзаевтың 85 жылдығы, соған арнаған шыралдардың ішінде айтыста болды. Енді осы қазан айының соңғы күндері Атырауда айтыс болайын деп жатыр. Бұл да былтыр наурыз айына жоспарланған айтыс еді. Қалың елім қазағым деген Абайға арналған, биыл Абайдың жылы ғой енді. Соны Атырау тәуекел деп, әрине енді көрерменсіз болса да теледидар арқылы елге көрсететін айтысты дайындап жатыр. Соған қамданып жатырмыз. Айтыста онлайн режимге көшті дейсіз ғой? Онлайн айтысты жасап көрдік. Осы биыл қыс айларында март-апрельдің кезінде Қазақ радиосымен бірлесіп, ақындарды онлайн режимде айтыс өткіздік 2 ай 2,5 ай. Бірақ шынын айту керек, бұл кәдімгі нағыз айтыс емес, өз айтыс деген қиқу сүйетін халықтың алдында қошеметтің өтетін нәрсе ғой. Сол ақындардың да кішкене көңілі қоңыл тақсап, сондай бір айтыс өтті, жаман деп айтуға болмайды. Бірақ бұл айтыстың өз табиғатын сақтамағаннан кейін бір түрлі бір орта қолдау болған деп көрінді өз көңіліме. Бұрынғы айтыстар енді көрерменнің пікірінше қоғамның барометрі болатын. Қазіргі айтыстар қалай? Биліктің соғын сойып кеткен жоқ па? Енді осылай сұрақ қоясыңдар. Оның енді себебін де түсінемін мен. Былтыр бұл жылы осы тамыз қыркүйек айларында біз Нұр Отан партиясының қанатының астына кірдік. Айтыс ақындары мен жырыштар-мүріштердің халықаралық одағы деген үлкен республикалық қоғамдық бірлестік бар. Сол айтыстың негізгі бас иесі ғой.
мына Нұр Отан партиясы ашық боламыз, халыққа жақындай түсеміз деген саяси бюросының шешімі болып, соны айтыс арқылы осыны жүзеге асыру үшін біздің одақпенен және Қазақстан ұлттық телерадио корпорациясымен үш жақты меморандум жасалды. Онда айтыстың ұйымдастыру жұмыстарын біз одақ мойынға алдық. Оның эфирге таратылуын, жарнамалауын Қазақстан телерадио корпорациясы өз мойнына алды. Ал Нұр Отан партиясы айтыстың бүкіл ұйымдастырылу, қаржыландыру мәселелерін көтереміз деп, осылай бір кішкене ыңғай білдіргеннен кейін біз қайбір оңып отырған одақпыз, көктүйінсіз одақпыз. Сосын осыған бізде қол қойдық. Сол арқылы кішкене жаңа жандана бастадық. Енді сол кезде де, қазірде бізге сол Нұр Отанның сөзін сөйлейсіңдер, табан жалақыштар дейтін әлеуметтік желіге қарап отырсың, жағымпаз ақындар дейтін, оның бәрі мен ақиқат екен деп айта алмаймын. Өйткені қазақтың аузымен қыс түстеген ақындарының бәріне солай жала жабуға болмайды ғой. Енді биліктің партиясы қанатының астына алғаннан кейін ептеп астауынан жем жеп отырғасын ақындар жалтақтайтын рас болу керек. Әйтпесе ананы айтпа, мынаны айтпа деген тыйым жоқ. Біздің тарапымыздан да, партияның тарапынан да. Енді ол әр ақынның өзінің парасат пайымына, шеберлігіне байланысты. Сол айтыстарда да ақиқаттың ақ киізін тіліп отырып айтқан сөздер кетіп жатыр. Көзі қарақты тыңдарман өз ішінен керегін тауып алады. Бірыңғай сол партияның сойылын соғып отыр деп айтуға және болмайды деп ойлаймын. Енді уақытқа, жағдайға бейімделуге мәжбүрміз. Енді қазіргі телеканалдардағы шоу айтыстарға ақындарды көптеп тартып жатыр. Соған көз қарасыңыз қалай? Шоу айтыс дегеннің жыры басталғалы біраз жыл болды. Осыдан 4-5 жыл бұрын хабар арнасы біздің таңдаулы айтыскерлерімізді шақырып, жұлдыздар айтысады деген жоба жасады. Мен енді басында оғананша ішім жылымады да, бірақ бәрі өтейін деп өткеннен кейін ортасына барып отырайын деп өткіздік. Оның мақсаты жаңағы біздің азу алты қарсы ақындарымызды әншілермен айтыстыру екен. Екі сөздің басын құрай алмайтын әнші қалай айтысады ақындарменен. Сөйтсек ар жағында жаңағы жазып беретін адамдары бар екен, оны әншілер жаттап айту керек екен, жасанды айтса екен. Мен көзіммен көрдім, мына жерге қағаздарын қойып қойып, әншілердің көздері жетпей оқи алмай айтып отырған. Осыны айтыс бола ма? Болмайды. Енді осымен тоқтатайық деп тыйым салып қойып едік. Биыл тағы шықты осы әңгіме. Осы шілде айынан бастап мені хабар арнасы айналдырып 3 рет келіссөз жүргізді. Мен әбден бәрін тыңдап біліп болғаннан кейін екінші, үшінші кездесуден мүлдем бас тарттым. Мұндай айтыстың түкке қажеті жоқ, бұл айтыс емес. Қазақтың ата мұра өнері айтысты. Бұл рухани төлқұжатымыз болса, соны мазаққа айналдыру, аяқпен таптау, айтысқа пародия жасайын деп жатсыңдар. Біз бұған қатыса алмаймыз, сіздерге де өткізбеңіздер деп талап қоямыз деп айтыскер ақындардың одағының атынан. Бірақ хабардың басшысы Бекқожин өзі ақынның баласы еді. Бірақ қанша ақынның баласы болғанмен сол ештеңе қақпайтын болу керек. Осы хабардың рейтингін көтерем деген мақсатпенен осындай жоба жасап, қазір өтіп жатыр осы. Мен осыны жаңағы Нұр Отан партиясына барып хабарладым. Мынау қалай болады? Айтысты кім көрінген осылай қолжаулық қылатын болса, не қадір қасиеті қалады? Нұр Отан партиясының хатшысы Қырықбаев Арман Оразбайұлы ақпарат даму министрі Балаеваға хабарласып, жаңағы хабар арнасы соған бағынады ғой. Мынаны тоқтатыңыз. Сонымен тоқтайтын болып еді, бірақ тоқтамаған екен. Жаңағы біздің ақындардың бәрі бармағаннан кейін, кәсіпқой ақындардың әр жерден жаңағы құлағы ақыл тиіп келатқан жас балаларды айтыстан хабары жоқ, айтыстың исі мұрнына бармайтын біреулерді жинап алып, оларды әншілермен тоғыстырып жасап жатыр. Көрсең ұяласың. Екі сөздің басын қосылмай отырғаннан кейін айтатын ойы жоқ болса, ақындық, шеберлік, кәсіп балалар кінәлауға да болмайды. Әлі қалыптаспаған, бұғанасы бекімеген ақындар ана жарқыл-жұрқылдың ішіне шақырып алғасын, ақын болып қалдым деп домбырасын сабалап өлең айтып отыр. Айтып отқан ештеңесі жоқ. Соған отырған жүргендер тамсанып қарайды. Ой, жақсы айтыс көрдім, тамаша екен деп. Ойлаймын, несіне тамсанып жатыр. Осындай бір жеңіл-желпі дүниені жүргізіп жатыр. Бұл енді жаңа айтып отырмын, бұл ұлттың төлқұжатын аяққа таптау, мазақ қылу. Оған жол беруге болмайды. Көріп отырған қарармен ойлайды, айтыс деген осы екен деп. Ол айтыс емес қой енді. Ол әншейін бір бәдік, бәлду. Соған жаңағы кім, Жанар Айжанова,
ана жерде Балғынбек те жүр, Асхат Майемиров, тамсанып, ой, арақаттандым деп қояды, өтірік барлығы. Ондай айтыс болмайды. Біздің үлкен айтыстарды көріп жүргендер, айтыспен ауызданған, айтыс қанына сіңген көрермен көріп біліп отыр ғой. Олар қайда, бұл қайда? Екеуі екі түрлі жер екен. Ол тықыр мен бұл тықыр басқа тықыр. Сондықтан осыны тоқтату керек. Ондай әркім өз шаруасымен айналысу керек қой. Біз мысалы айтыскер ақындар айталық, кімдайды айтайық. Суретшілер одағының барып шаруасына араласып, соның көрмелерін өткізем деп, өзінің талғамын өткізіп отса, ол не болар еді? Айтыскерлердің өзінің республикалық одағы отыр. Онда 250 мүшесі бар. Үстіңіз бе? Кәсіби адамдар айналысы, бәрі облыста біздің өкілдеріміз отыр. Соның бәрін серіп тастап, хабардың директоры менен айтыс өткізем деген сөз бола ма екен? Білмегеннен кейін жаңағыдай болып шығады. Сонда Балайбек ханым өзінің қарамағындағы хабар арнасын басқаруға шамасы келмесе, қалай министрлік отқан адам? Хабардың рейтингісін көтеру үшін ұлттық өнердің рейтингісін түсіріп жатыр дейсіз ғой. Түсіргенде таза бұл аяқпен таптау. Айтып отырмын ғой, бұл ұлттық руханияттың төлқұжаты айтыс деген. Ұлт өнері атадан бабаға мирас келген қалған өнер. Оны бұлайша қолжаулыққа айналдыруға, мазаққа айналдыруға, пародияға айналдыруға болмайды. Мына бір сатира театрлар бар ғой, бізде қаптап кеткен. Соларда қысылғанда осы айтыстан пародия жасап шығатын болды. Оның мақсаттары не екенін білмеймін. Басқа өнерлер жетпегеннен кейін сол әйтеуір сақал жапсырып, бұрт жапсырып, әркім бір шығарып, әлеулер қалай ойлаймын деп айтысқа сала бастайды. Оған жаңағы барып отырған біреулер мәз болып атады. Білмеймін. Бұл не нәрсе қылған саясат екен. Ал енді мына хабар агенттігіне министрліктің шамасы келмейді дейсіз. Енді мына қалаулым деген бағдарламаны қоғам болып жаптырамай қойды ғой, шулап жүріп. Не қыл дейсің енді? Бәрімізден қостық соған. Ұят нәрсе ғой енді сол. Қазақтың қыздарының күйеу іздеп ортаға шығып отырғанын көрудің өзі адамға ақырет екен. Сол қаншама айлар бойы бізді азапқа салды. Жалпы телеарналарда, біздің ұлттық телеарна, қазақша телеарналарымыз, Қазақстанның телеарналарында адам бір сүйсініп көретін хабар қалмады деп болады. Ойға салатын, танымдық, ұлттық рухты оятатын хабарлар жоқтың қасы. Мен өз басым қазір теледидар көруден шошимын. Әйтеуір дүниеден хабардар болып отырайық деп, жаңағы хабар 24-ті, Қазақстанның жаңалықтарын, болмаса Ресейдің, болмаса жаңағы Евроньюсты ғана көреміз де, şimdi арасында жаңағы көз салып қаласың. Бір әйтеуір, осы қазір бір әркім айтып жүр ғой енді. Бізде мынау ән салып би-билегеннің бәрі журналист бір хабардың тізгінін ұстап алып, елге ақыл айтып отыратын солар болды. Солардың деңгейінде өмір сүруіміз керек болып жатыр. Қажылық, оны айта еститін құлақ жоқ болу керек. Бізде еститін үкімет бар деп жатсыңдар ғой. Еститін үкімет неге естімейді халықтың үнін? Сол қалаулым деген не болды? Жабылды ма өзі? Неше жыл арпалыстағанды? Қалаулым әлі жабылған жоқ. Не қыл дейсің енді? Тонын айналдырып киіп жүргізіп жатыр ғой. Солай енді. Бірақ енді осы енді телеканалдардың рейтингісіне келетін болсақ, осы қоғамда бізде соңғы аптада қатты шу болып жатыр. Кезіндегі айтыста құбылыс болған Мұхамеджан Тазабеков ұлттық арнада тәлім тренд деген бағдарлама жүргізіп жатыр екен. Иә. Соған қоғам екіге бөлініп, екі ұдай пікір болып жатыр. Иә. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Осы бағдарламаны көрдіңіз бе? Мен үзінді көрдім шамалы. Мен өз Мұхамеджан деген қалай болғанда өзің айтып отырсың ғой, айтыста болған. Кейін діннің уағызшысы ма, оның қай бағыт ұстап отырғандан қара қоймаймын. Өйткені қазір өзі сыртын жасыратындар көбейіп кетті ғой. Бұлай пікірлессе Мұхамеджанның ойларының пікірлерінің бәрі дұрыс сияқты. Жаңағы уағыздарының бәрі көкейге қонады. Сондықтан мен оның өз басына ешқандай өкпем де кінәм де жоғартатын. Ал енді тәлім тренд арқылы жаңағы үлкен мәселелерді қозғап жатыр деп естимін. Сонысы адал болса, халықты басқа жаққа бұрып кетпейтін, жаңа ұрпақты тәрбиелейтін хабарлар болса, оған неге қарсы болуымыз керек? Қарсы болмайық. Кеткен жеріне дейін айтсын. Мұхамеджан айтқыш жігіт қой, айтады келістіріп. Анау әлеуметтік желілерде бұрын жазып жүрген не дейсіңдер, посты дейсіңдер ме? Сонда şimdi ақылды, жақсы сөздер көп-ақ, тәлім тәрбие беретін үлкендердің сөздері, шариғи мәселелердің өзінде орнықты сөздер айтып жүргенде мен ешқандай кінәм жоқ.
осы бағытта жүргізіп жатса, неге біз Мұхамеджанның соңына шамалып түсуіміз керек? Оқыдым бірер пікірлерді. Аулақ жүр, жоғал, көзіңді құрт деген сияқты. Оның жеке басында сіздің өшпенділігіңіз болғанмен айтып жатқан сөзіне, беріп жатқан тәлім тәрбиесіне қандай кінә таға аласыз? Міне мен осындай позициядамын. Жаңа бір сөзіңізде Нұр Отан жайлы айтып қалдыңыз. Иә. Енді сіз жақында өткен Нұр Отанның праймеризіне қатысыпсыз. Мен праймериз деген сол мәселені еске алғым келмейді. Неге? Неге десеңіз, біз соған қатысыңдар, ойбай. Бұл тамаша халықтық сайлау. Біздің политтехнологиямызда болмаған, Америкадан келген, 1842 жылы басталған праймериз деген іріктеудің тамаша әдісі дегеннен кейін көрдік жобасын. Мен айтайын, бұл ешқандай жалпы халықтық іріктеу емес. Оның бірден бір себебі Қазақстан, сипырлы Қазақстан болғанмен, мынау біздің әлеуметтік желілеріміз әлі қалыптаспаған. Бұл енді кімге қатысты шаруа екенін айта алмаймын. Неге деңіз? Мысалы, Нұр Отанға дауыс беру кезінде оның жаңа дауыс берудің технологиясында халық біліп жатқан жоқ. Мына көп бір іргелі мекемелер, мысалы мен атын атап айтайын, Алматы қаласында Абай атындағы ұлттық университет, болмаса Назарбаев зияткерлік мектебі деген сияқты қарамағында көп Нұр Отанның мүшелері бар мекемелер бір компьютерден дауыс беруге көшірілді. Алдында өтіп жатқан жаңа конференциялар, Zoom конференциялар, онлайн кездесулердің барлығы бір компьютер арқылы. Ал енді бір компьютерден дауыс бергеннен кейін белгілі ғой, ешқайда бармайсың, сол бастығың қай жаққа дауыс бер десе, соған дауыс беріледі. Болмаса студенттер көбісі, колледждің жоғарғы оқу студенттеріне жаңағы қолында жағдайы барлар планшеттер таратып күні бұрын. Ай, сен маған планшет беріп отқызып, мен саған дауысымды беремін ғой, соны ұят емеспін ғой. Міне осындай бұрын біз алдын алып көрмеген, таныс емес оқиғалар орын алды. Осының нәтижесінде мен ойлаймын, бұл бүкіл халықтық таңдау емес. Нұр Отан қанша халықтық партия дегенмен, осындай, оның бәлкім партияның басшылары мұндай жағдайдан бейхабар шығар. Бірінші рет өткізіліп отыр деп қарайық, бірақ жалпы халықтық іріктеу болды деп айта алмаймын. Праймеризде мысалы қатыспаған адам қалды ма? Кім болса сол қатысты. Бірақ шын мәнісінде халықтың таңдауы болған жоқ қой деп ойлаймын. Бұл әлі бізге асығыстықпен басталып кеткен шаруа. Алдымен отауды сайлау керек қой. Жаңағы әлеуметтік желілер тіпті дауыс беретін күндері жұмыс істемей қалды. Жаңағы дауыс берушілер көбейіп кетті деген әңгіме бір күнге создырылды ғой ары қарай. Зависать етіп қалады дейді ғой енді. Жаңағы қатып қалады екен. Ал енді жұрт сол соған дауыс беруге сонша құштар болып отқан жоқ. Бермейді де дауысын керек болса. Бермеді де. Жаңағы жүйе жұмыс істемей тұрғаннан кейін. Оны кім 3 күн бойы, 4 күн бойы аңдып отырып, қай уақытта мынау желі жүйеге түседі деп дауыс береді. Сондықтан мен праймериз туралы пікірім онша болмай тұр. Осындай ойдамын. Жалпы қалай болғанда да, сонау 90-шы жылдары парламент сайланды ғой, халықтың дауыс беруі арқылы бір мандатты округтерді. Сол арқылы халыққа беделі бар, абыройы бар адамдар парламентке өтті. Кеше парламентті айқайлап отыратын Шерхандар, Әбіштер, Фаризалар, Мұхтар Шахановтар, Тоқтар Әубәкіровтер сол халықтың қалай болғанда қолдауымен сайланғандар еді. Оның кезінде де әртүрлі ойындар болды ғой енді, жоғары биліктің ойындар болмай тұрмайды, үкіметтің механизмі жұмыс істеген уақыттар болды. Керек еместерін құлатып, керектерін жаңағы әртүрлі амал тәсілмен өткендерін көзіміз көрген. Дегенмен сол мынадан гөрі халықтың пікіріне жақын ба деп, қазір енді халықтың көзі оянды, көңілі оянды, көзі ашық. Халық қалай болғанда өзінің қалаулы адамдарына дауыс беруге тырысып бағатын болу керек. Сондықтан осы праймеризден гөрі енді сайлау алдымызда ғой, жаңа жылдан кейін болады деп жатырмыз. Қалай болғанда бір мандат сайлау округтары арқылы халықтың қалаулыларын таңдауға жол ашу керек. Осылай ғой деп ойлаймын. Ол мен бір праймеризден сағым сынып қалған адам ретінде айтып отқаным жоқ. Жалпы өзімнің азаматтық көзқарасым осындай. Енді сіз енді артыңыздан немерелеріңіз өсіп келе жатыр. Иә. Болашаққа неден қорқасыз? Болашақта қорқатын нәрсе көп айналайын. Оңғар. Мен осы қоғамдағы шешілмейтін мәселелерден қорқатын болдым. Соның біреуі мысалында біздің мемлекеттік тіл мәселесі. 30 жыл бойы жырлап келеміз.
воз и ныне там дейді ғой, орнынан қозғалмайды. Мынау неге біздің еліміздің парламенті қазақша сөйлемейді деп жылағылда талай заман болды. Жақында ғана осы бір басқа ұлттың өкілі парламенттегі қазақ тілінде сауал қойды. Соған жауап беріп тұрған министрдің орынбасары орысша сөйлей бастағанда Нығметуллин кішкене айтып тастады әйтеуір. Ай, саған мынау басқа ұлттың өкілі қазақша сөйлеп тұрғанда неге қазақша жауап бермейсің деп. Ол жауап бермеудің бірден бір қазақ тілінің мемлекет тілде көшірудің мен бірден бір жолын кешегі праймериз кезінде де айттым. Бұл салаға миллиондаған, миллиардтаған қаржы да құйылды. Қаншама қаулы қарарлар шығып жатыр. Тіл туралы соқылдақ баған заңымыз бар. Жүзеге аспайды, жүзеге асатын түрі жоқ. Оны жүзеге асырудың бірден бір жолы елдің бірінші басшысы қазақша сөйлеу керек. Қай мінберге шықса да. Мысалы, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жазушының баласы, сауатты адам, дипломат, қазақшаны қазір меңгеріп қалды. Сол анау Біріккен ұлттар ұйымы, барған басқа халықаралық ұйымдарға барғанда біздің республиканың атынан басқа мемлекеттердің басшыларымен келіссөз жүргізгенде неге қазақша сөйлемейтінін түсінбеймін. Аудармашылар, ілеспе аудармашылар деген үлкен корпус қалыптастық, бай тәжірибесі бар қазір. Оның тілі бәрі орыс тілінен ана тілге, басқа тілге аударып беріледі. Неге қазақ тілінен аударып берілмейді? Неге ол өзінің ана тілінде сөйлеп отырмайды? Осы менің қанымды қайнатады. Президент қазақша сөйлесе, үкіметтің басшысы Мамин да қазақша сөйлер еді. Мамин сөйлегеннен кейін бүкіл министрлер де, әкімдер де, ақжағалдардың бәрі қазақша сөйлеуге көшереді. Қоғам лезде бір адамға байланысты барлығы. Қоғам лезде жаңа қазақ тілінің мәртебесін көтеріп қазақша сөйлей бастар еді. Қазақша сөйлеуге қажеттілік тумағаннан кейін ол осындай өгейдің күнін кешіп отыр. Бізден басқа әлемде бір мемлекет бар ма? Мына парламент деген ұлы ұлттық жиналыс, өзінің ұлттық жиналысын көрші мемлекеттің тілінде өткізетін, басқа тілде өткізетін мемлекет естінің әлемде. Бізде сорлы мемлекет жоқ ондай. Соның бәрін шешудің бірден бір жолы мен бірінші басшы қазақша сөйлей бастаса, әр жерде сөйлеп қояды ғой қысқа қайырып. Бірақ барлық жерде ол осы елдің бірінші басшысы ретінде, ұлттың көсемі ретінде ана тіліне құрмет көрсету керек, қазақша сөйлеу керек. Сонда бәрі сөйлей бастайды. Мен ойлаймын, бұл енді мәселенің тамыры тереңдеме деп. Өйткені кеңес үкіметінің кезінде басшылардың балаларының барлығы орысша оқыды. Ал қазіргі басшылардың балалары ағылшынша оқып жүр. Ол басшының бір министрді көрдік қой. Қазақша сөйлегенде мен мына басымды ауыстырмасаңдар қазақша сөйлей алмаймын деген министр де болған. Қазір де елші болып жүр ғой Европада. Ол енді жарайды, заманның дерті болсын. Кеңес үкіметі кезінен қалған. Қазір бетіміз бұрылды ғой енді әйтеуір біршама. Енді неменеге басқа тілде балаларын тәрбиелеуге береді. Орысша оқыған бала жоғалған бала. Ол ұлттық тәрбие алмайды. Ұлттық дәстүрді салтты білмеген, анасының тілін білмеген бала бұл басқа ұлттың өкілі. Біз оны қанша қазақ деп әулиесін қанымызбен. Ал енді жаңағыдай шара басталса, мемлекеттік қызметке ең болмағанда қазақ тілін білмейтін адам жоламасын десе, амал жоқ балаларын қазақша оқытырады, тәрбиелей бастар еді. Осы жаңа праймериздің басында да айттым мен. Бір ректор ма біреу конференцияда орысша сөйлей бастады, мен ұсыныс жасадым. Біз мынау іріктеу болатын болса, парламентке іріктеу кезінде қазақша білмейтін өтпеу керек деп. Оларға тосқауыл қою керек деп сөйледім. Менің бұл сөзім ешкімге жақпағанын білем, бірақ басқа амал жоқ. Қазақ тілінің жолын асу үшін батыл шараларға бару керек. Біз бір жалтаңдап қалған мемлекетпіз. Ешкім бізге тыйым салып жатқан жоқ. Өзіміздің көлеңкемізден өзіміз үркіп, анау Иван не деп қалады, Ташмет не деп қалады деп, жалбақтаймыз да жүреміз. Осылай, мәселен тікесіне қоятын уақыт болды ғой. Қашан келді? 30 жыл бойы осы бір жерде жырлап келетіміз ғой. Тіліміз жауыр болды, құлағымыз жауыр болды. Бұны айтып отырған себебім енді жаңағы Қасым-Жомарт Тоқаев та жазушының баласы. Мәулен Әшімбаев та жазушының баласы. Біздің биліктің ұшар-басындағы біраз атқамінерлер ақын жазушының балалары. Енді олар өздері сол бастама көтеріп бастап берсе, кім қой дейді оларға? Енді айтып отырмын ғой. Ол ең жоғары билігіміз кез келген жауапты жұмысқа қазақ тілін білетін адамды қоятын уақыт болды. Қазақша тәрбиеленетін 30 жылдан бері аюда қазақша сөйлеп кететін уақыты болды. Ал енді мына келесі жылы 2021 жылы жерді сатуға, жалға беруге жарияланған мораторий аяқталады. Дұрыс. Енді сіз жер комиссиясында болдыңыз ғой? Осыдан 4 жыл бұрын жер туралы мәселе көтеріліп, жер кодексі талқыланып жатқан кезде халықтың ішінде толқу болды жерлерде, дүмпулері болды.
Содан қаймыққан үкімет 75 адамнан тұратын жер комиссиясын құрды. Мен сол 75 адам біреуі болдым. Біз сол қазақтың жері шетелдіктерге сатылмасын, жалға берілмесін деп қызылкеңірдек болып жатқанда сол кездегі президентіміз Назарбаев жер мәселесіне мораторий жариялады. 5 жылға дейін бұл мәселеге оралмаймыз деп. Сонымен шуыл басылды. Ал ол 5 жылдың 4 жыл өте шықты. Келесі жылы 5 жыл көреді. Сонда не 5 жылдан кейін қайтадан жаңа митингге шығып шуылдаймыз ба? Қайтадан кісілер сотталу керек па дейсіз ғой? Яғни сотталғандар ол отыр. Енді осы мәселені тиянақтайтын уақыт болды ғой. Жер мәселесі ашық мәселе. Қазақта жер көп. Кеше ғана бізде халық аз ғой. 18 миллион 800 бірдеңе халық болдық. Сол азғандай халыққа жер көлемі жөнінен біз әлемдегі 9-шы орын алатын мемлекетпіз. Сол көп жеріміздің пайдасын көре алмай отырмыз. Неге десеңіз, миллиондаған гектар жерлерді мынау ірі жер иеленушілер, латифундистер әртүрлі амал, айлы шарғымен алып алған өздеріне. Енді оны не өздері игермейді, не мынау жерді пайдаланам деген шаруа қожалықтарына, фермерлерге жер бермейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан қазақтың жері жаңағы латифундистердің қолынан мемлекеттің меншігіне қайтарылу керек. Мемлекеттің меншігіне қайтарылып, ол нарықтық қатынасқа түсіп, халыққа қызмет ету керек, жердің пайдасын көру керек. Ал жерді сатпасын деген заңның ар жағында үлкен астар жатыр. Ешқандай қазақтың жерін қанша көп болса да шетелдіктерге сатуға болмайды. Бұл мемлекеттің қауіпсіздігінің мәселесі. Жалға да беруге болмайды. Енді бұл жерді қазақстандықтарға да сатуға болмайды. Өйткені сен мысалы 1 миллион гектар жерді сатып алдың дейік Қазақстан азаматы ретінде. Бұл сенің жер игілігіңе көшеді. Әрі қарай оған мемлекет араласа-алмайды. Сен жерді не істесең де өзің білесің. Ертең соны шүштке сатасың ба, Қытайға сатасың ба, орысқа, өзбекке сатып бересің ба, сенің шаруаң. Сонда не болдық? Жерімізден айырылып қаламыз. Сондықтан қазақтың жері ешкімге сатылмасын деген тиянақты заң қабылдану керек. Дәл осы парламент осыны қабылдайтын уақыты болды енді. Оны неменеге бұлтарақтайтынымыз, жалтақтайтынымызды осы жолда азаматтар, халықтың пікірін білдірген бір азаматтар түрмеде отыр. Халықтың ішінде қыжыл сыртқа шығатын уақыт болды. Қазір біз өзінің қоғамымыз бір қауіпті жағдайда тұрған сияқты көрінеді маған. Бұрқыта қалатын сияқты бір ғана мәселеден. Сонда не боламыз? Егер болмай қаламыз. Басқа мемлекеттерде не өткенін көріп отырмыз ғой. Соның керін кешіру бізге тәртіп пе? Сондықтан жаңағы ненің алдын алып, осындай мәселелерді шешетін, түбегейлі шешетін заң, қаулы, қарар деген қабылдану керек. Біздің президентіміз жақсы адам, ізгі адам. Анау жаңалықтарды қарап отырсаң, жаңағы тапсырма берді, мынаны тапсырды, онаны тапсырды дейді. Осы тапсырманы орындап отқан адам көрінбейді. Не бұл кісінің айтқанын ешкім істемейді, не оны қадағалап отқан адам жоқ. Сонда біз не күтіп отырмыз? Әйтеуір бір қотағылатын төңкерісті күтіп отырмыз ба? Ал енді жаңағы сөзіңізге тұзық жасай кетсек, енді мына үкімет айтады, биылдан бастап үгіттей бастады халықты. Біз жерге инвестиция тартайық дейді. Көркейеміз, өркендейміз дейді. Ал жерге инвестиция тарту деген ол жер жалға беру деген сөз емес пе? Жоқ, жалға беруге болмайды. Жалға Қазақстан азаматтарынан берілу керек. Олар инвестиция тартса тарта берсін. Бірақ ешқандай шетелдікке жалға берілмеу керек. Ешқандай шетелдікке сатылмау керек. Мәселе сонда болып тұр ғой, бұлар шетелден тартайық дейді. Инвестиция тартамыздың астарында сондай сөз болатын болса, оның барлығы бұл халыққа жасалған қастандық. Бізде жерден басқа ештеңе қалған жоқ. Жердің астындағы үстіндегі байлықтардың бәрін сатып, бұтып, жалға беріп, айырылдық қой бәрінен. Енді қара жерге болайық та, осыған енді ақыл жетпей жатқан адам жоқ. Түсінетін болу керек. Бірақ мынау ақша деген пәле болды ғой қазір. Сыбайлас жемқорлық, ақша жеу, ауадан басқаның бәрінен ақша табу, жаңағы инвестиция құю арқылы да сондай арамай тұратын болса, оны мұндай ойдың тамырына балта шабылу керек, тоқтатылу керек. Қазіргі сіздің ойыңызша қоғамның ең бірінші дерті қайсысы? Айтып отырмын ғой, тіл мәселесі, жер мәселесі. Сосын мынау қоғамдағы бір қуатты күш бар, әйелдер деген. Қазақстанда әйелдер қазір ең белсенді қоғамдық ортаға айналды. Кешегі 90-шы жылдардың аласапыраны кезінде, жұрт есін танып қалған кезде, еркектер үйінде отырып қалған кезде, ішімдікке салынып кеткен кезде, жұмыс жоқ, кәсіп жоқ. Осы әйелдер Қазақстанның ала дорбасын арқалап, арбасын сүйреп, базарға шығып, сауда жасап, отбасын асырады. Осы қазірде қитеткен бір мәселе болса, әйелдер шулап көшеге шығатын болды, оң көзіміз үйреніп алды. Енді сол әйелдердің проблемасын шешу керек қой. Әйелдер деген, мен сізге айтайын, табиғаттың заңы ғой, тұрмысқа шыққаннан-ақ
үлкен жұмыстың астына кіреді. Сол барған үйінің баласын тауып, отын жағып, күнін шығарып, күйеуін бағып, ата-анасын баптап, баласын тәрбиелеп, жұмысын істеп, айлық алып, өмір бақи бейнеттің астында жүреді. Сол әйелдерден еркектермен теңестіріп, 63 жасында зейнетке шығады деп, жаңа қинамай-ақ 58 жаста, 55 жаста зейнетке шығару керек. Оларға жаңағы лайықты зейнетақы тағайындап, екі қолын жылысуға малып, кішкене өмір сүруіне мүмкіндік беру керек қой. Біз қаншама айтысып, тартысып жатқанмен өмір өтіп барады қасында. Басында дәуір өтіп бара жатыр. Көп балалыларға қамқорлық деген сөз жүзінде болмау керек, іс жүзінде болу керек. Осы мәселелерді шешу керек қой деп ойлаймын. Сізді егер ғайыптан тайып, мәдениет министрі қылып тағайындаса, бірінші жұмыс күніңізді ең бірінші қай жұмыстан бастайтын едіңіз? Мен бірінші мәдениет министрі болудың шансым жоқ. Екінші бұл мәселеге ойланғаным жоқ. Бірақ мәдениет министрлігіне көп нәрсе байланысты. Мынау біздің ұлттық өнерімізді көтеру. Дәл сол министрліктің қолында. Жаңағы эстраданы ылғи жеңіл-желпі биге арналған жеңіл әндер, секіргіштер басып кеткен кезде ұлттық өнеріміз қалып бара жатыр. Біз кешегі ұлы әншілердің елі едік. Дәстүрлі, құлағымыз соған үйренген, сонан тәрбиеленген. Соларға тәрбие беріп отырған мынау кішкене жұмыс істеп қалып еді, домбыра дейтін арнадан жауып тастадық қой. Басқаның бәріне қаржы табылды да, ұлттық өнерімізді насихаттап отырған домбыра арнасына қаржы таппай қалдық. Бәріміз қол қойып хат жаздық, оны құлақ білген адам жоқ. Сұмдық емес пе? Болмаса мынау ұлттық кино өнерімізді алып қараңыз. Қазір телевизорды қосып қосаң жүрегің айниды. Түркияның, Корейдің жеңіл-желпі сериялары қаптап кетті ғой. Ал енді сабырлы, салмақты біздің Қазақстан да сондай тәсілге көшіп алды. Жаңағы не болса соны киноға түсіріп, аулия әйелдердің әңгімесіне құралған кинолар шығып жатыр. Ал енді біздің бүкіл тарихымыз, біз енді жас ұлтпыз, оң солымызды жаңа танып жатырмыз. Оның қысылатын ештеңесі жоқ, өзіміздің тарихымыз түгін дейтін киноларымыз, көркем кино арқылы жас ұрпаққа жаңа ұстындарды ұсынуымыз керек. Кімге иліктеу керек екенін, кімдер біздің қаһармандарымыз екенін білдіретін ол кино арқылы өте өтімді нәрсе. Мынау мультипликациямыз арқылы. Әлі күнге дейін Қабанбай туралы ештеңе жоқ. Басқасын былай оғанда. Бас батырымыз, Бөгенбай туралы ештеңе жоқ. Мынау өнердегі ұлы тұлғаларымыз болды. Мәдилер. Мәдилердің тағдыры киноға сұранып тұрған тағдыр. Қандай өте күрделі оқиғалар арқылы құрып, тамаша дүние жасап беруге болар еді. Соның барлығы министрліктің қолында, бірақ министрліктің ішінде де бір баспасөзден кімнің Ермек Тұрсыновтың жазғандарын көріп жүрміз. Сол министрліктің ішінде де бір жаңағы пәлекет бар-ау деймін. Смағұл Елубайдың шырылдарын естіп жатасыздар. Кәсіби, кәнігі сценаристері жазбаған, кәсіби режиссерлар түсірмеген кино, тамыр таныстықпен бөлінген кино, қыруар ақша қайда кетіп жатыр? Оны сұрайтын адам бар ма, жоқ па? Міне мен содан бастар едім, бірақ оны ол жерде мен шамымды келтірмес едім, менің де қол аяғымды байлап, жаңа көндіретін шығар деп ойлаймын. Сондықтан министр бола қойғанда бірдеңе шешем деудің өзі жай нәрсе. Отыр ғой, Райымқұлов ештеңе де шешпейді. Тіпті мынау марапат беру мәселесі, өнер саласындағы, мәдениет саласындағы, бұл да бір қиямет қайнылып кетті. Біз айтыс ақындар мен жырыш термешілердің одағы жыл сайын айтыскерлер деген халықтың алдындағы үлкен ұлы тұлғалар ғой. Оларға өйтіп жеңіл-желпі қарауға болмайды. Халықтың сөзін айтып отырған, руханияттың көшін бастап жүрген азаматтар, солардың еңбегі елеп ескерілсін деп жыл сайын осы күзге қарай ұсына бастаймыз. Ең болмаса бір Сөлпекбай тием екен. Тіпті мынау жақында ғана жаңа Балаев ханымға айттым мен, мынау біздің Шоғайып Сезімхан деген ақынымыздың тура өнерді тасып тұр, жасы да келіп тұр, соны ұсынайық. Былтыр кімге оның алдында отырған Украина елші жүрген кім еді? Дархан Кәлетаев. Иә, соған ұсындым мен мысалы. Телефон шалып, мынау біздің Аспанбек Шоғатаев дейтін ақынымыз бар, арқалы ақын. Шоғатаевтың бір сөзі әрі, бір сөзі кем болуы мүмкін, бірақ осы мемлекетке қоғамға қарсы емес қой, ұлттың жайын сөз қылып жүрген. Оның бір-екі шай асып кетті ғой деп оған бермей қойды. Міне осындай уақытылы арқадан қақпағасын. Өнер адамдары жасып қалады, сағылсынып қалады. Мен тек біздің саламызда айтып тұрмын. Ақындардың, жазушылардың арасында, әртістердің арасында қаншама дарындар жүріп жатыр.
қаншама бейнетқорлар жүріп жатыр. Солардың уақытында марапатын алу керек. Оның бәрі әділеттің шаруасы. Оның бәрі сол жаңағы жоғары билікте отырған бір-екі адамның қолындағы шаруасы. Оның абыройсыздығы елдің басшысына кеп тиеді. Сондықтан олар отырған шенеуніктер жоғары жақта. Өздерінің әрісінің артында мемлекет тұрған, ұлт тағдыры тұрған ойланып отыру керек қой. Жаңа сізге сұрақ қойдық қой, болашақта неден қорқасыз деп. Енді болашақта неден үміт күтесіз? Үміттің өзі, шырағым, біз енді базардан қайтып бара жатырмыз, үміттің өзі азайып бара жатыр. Мен осы тәуелсіздік орнағаннан кейін бізде әртүрлі оқиғалар болды ғой. Сол кезде айтып жүредім. Бұл мынау өмірдің сахнасынан кеңес үкіметінің тәрбиесін алып қалған біз қатарлы адамдар кету керек алдымен. Мынау тәуелсіздіктің дәмін татып тұрған балалар атқа міну керек. Еркін ойлы, алыс жақынды көрген, балалар билікке келсе, тізгін ұстаса, сонда бізде жақсы өмір басталады деп айтып жүрдім әрлі-берлі. Қазір сол балалар 30-ға келді. Ал енді нені күтуім керек мен? 30 жылда оңалмаған шаруа қалай оңалады деп ертеңнен күтуіміз керек. Біз бір қырқысып қалған қоғам болдық. Мына оппозициядағы азаматтар жан-жақтан олар төмпештіріп жатыр осы қоғамды да, президентті де. Мына жақтан анау Еуропада жүрген қашқындарымыз, босқындарымыз, өзіміздің ішімізде жүрген мынау Жанболат Мамай қандай пікірлерді айтып жатыр. Оның сөздерінің бәрін сырып тастауға болмайды. Жақсы үмітті идеялары бар. Солар жүзеге асса дейсің, бірақ ол аса қоятындай көрініп тұрған бір белес көрінбейді шамалы уақытта. Бірақ қалай болғанда ел аман, халық аман болса, күндердің күнінде қандай жолмен болса да, эволюциялық жолмен болса да, революциялық жолмен болса да, осы қазақ қоғамында өзгерістер болады анық. Оны біз көреміз бе, көрмейміз. Болады бір анық. Келеді әлі жақсы күндер. Сол тезірек кезеген деп соны үміт күтесің. Басқа не бар бізде енді? Қазір енді сіздің өлеңдеріңіздің қандай тамаша екенін, сұрапыл екенін өз қатарластарыңыз әлдеқашан мойындап тастаған. Енді сіз болашаққа осы қазіргі әлеуметтік желінің заманында, интернеттің заманында болашақта әдебиет тасада қалып қалады деп қорықпайсыз ба? Әдебиет тасада қалмайды. Мәселе менің творчествоның тағдырымда емес. Мен жаңа өзің айтып отырсың ғой, шынында да маған осы қалам ұстап сөздің соңында жүргелі бір 20 шақты кітап шығарған екен. Ауырысын естімеген адам, бір ауызын естімеген. Академик Серік Қирабаевтан бастап, өзімнің тұрғыластарыма дейін мен туралы мақалалар жазды. Бәрінде жаңағы жақсы, ізгі ниетті, тамсанған, таңданған, мен оған басым айналып отырған жоқ. Бірақ біздің артымыздан, соңымыздан бір жаңа қауым күш келе жатыр әдебиетте. Қазақ қоғамында, мысалы біз 50 елдің қатарына кіреміз дедік, 30 елдің ішіне кіріп келатырмыз дейміз. Қазақ әдебиеті әлемдегі, енді мен үштіктемей-ақ қояйын, бестіктің қатарына әлдеқашан кіріп кеткен әдебиет бұл. Ол әдебиет, оның прозасы болсын, поэзиясы болсын, драматургиясы болсын. Мен өзімнің жақсы көретін салам поэзия болатын болса, керемет ғажайып ақындар кіріп келе жатыр. Енді жастық қатар максимализм, еліктеу, сұлықтау болады ғой, бірақ арасынан кішкене көзі қарақты оқырман сезінеді, жүрегіңді бүлк өткізетін, рухыңды аспаған көтеріп жүретін өлеңдер жазылып жатыр. Жас ақындар. Біреуінің атын айтсам, біреуін айтпай кетіп қалам, ренжіп қалады. Менің өзім шәкірттерім, төл шәкірттерім. Мирас Асан, Сәрсенхан, Батырхан, Нұрдос Кәрім, көп енді. Бірін айтып, бірін кетпей қалам. Қыздар бар тамаша. Алма Түсіпбекова деген қыз. Қандай әдемі лирикалармен жазып, адамның жанын баурайды. Қазір бәріне саясат жазу, қоғам жазу міндеттіміз ғой. Өлең сөзді өрті ішіне түскен осындай жастар қаулап келе жатқанда болашақта үмітсіздікпен қарауға болмайды. Әлі біздің әдебиетіміздің бүгінгі жанып тұрған бағы ертеңгі өшпейді ғой деп ойлаймын. Қазіргі қазақ жазушыларының ішінен неге Нобель сыйлығына иегерлер жоқ? Сендер бір аспандағы нәрсені қиялдайды екенсіңдер. Мына кеше ғана Нобель сыйлығы таратылып жатыр ғой, анау бір әйелге берілді. Анасы үшін, манасы үшін дейді. Мен енді оның түпнұсқасын оқымағасын пікір айту да қиын.
өте жоғары деңгейлі әдебиетіміз жасап келе жатыр. Прозада бізде сол Нобель сыйлығыңызды қалпақпен ұрып алатын жазушыларымыз бар. Нобель сыйлығы негізі көрсеткіш емес қой. Ол саясиландырылған сыйлық. Әр уақыттарда солай болып келген. Көркемдік ұлылық үшін емес, саясат үшін берілетін сыйлық болып кеткен. Одан гөрі біздің жаңа қалас сыйлығымыздың абыройы жоғары ма деп ойлаймын. Оның деп те қолын түсіре бастадық қой, тізіммен таратып. Бірақ мәселе сыйлықта емес. Мәселе ішіңгісін алуай. Біздің әдебиетіміз жоғары деңгейлі, біздің рухани қажеттерімізді қанағаттандыратын, ұрпағымызды рухы өршіл, биік қып тәрбиелей алатын ол әдебиетіміз бар. Кешегі әдебиеттің, жазба әдебиеттің басында тұрған Абайымыздан бастап, пайғамбарымыздан, Әуезовтен бастап, кешегі Мүсіреповтер, Мұқановтар, Мұстафиндер жасаған әдебиет, Мағжандар, Ілиястар, Қасымдар жасаған поэзия ешкімнен кем емес, артық болмаса, ешкімге тамсана берудің ломы екен деп баса берудің қажеті жоқ, бізден үлгі алсын. Бірақ біз сондай өзі мейманамыз тасып кеткен халықпыз. Қазір Абайды да сөзге шығарта бастадық қой, хакімді. Ойбай, бұл тіпті өмірде болған адам ба, болмаған адам ба дегенде біреу шықты ғой түнеуіне, өзіміздің қандасымыз. Меніңше бұл да осы халықтың ұлылығының белгісі. Шындап келсең, Абайдың өзіне көменмен қарау. Әйтпесе, Абай деген қағбамыз ғой. Сондықтан еліміз, халқымыз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Бұл күнделікті кикілжің әңгімеміз, жаңағы көтеріп отқан кейбір мәселелеріміздің бәрі уақыт жағынан нәрсе. Сондықтан бәрі артта қалады. Біз жаңа жас мемлекетпіз, кемемізді алысқа бағыттап бара жатқан. Соның сапары сәтті болсын. Көп рахмет Тұрсын аға келгеніңізге. Ал құрметті ағайындар, бүгін біздің студиямызда қонақта болған белгілі ақын, Айдыстың қара нары, азаматтық пікірінен танбаған Жүрсін Ерман ағамыз. Көп рахмет көке.